23 мамырда басталатын шаңырақ бағдарламасы бойынша берілетін үйге кезекте тұратын азаматтар және отбасы банкінде депозиті бар азаматтар қалай өтінім бере алады, сол туралы айтатын боламыз. Сіз бірінші отбасыбанк.kz сайтына войти, яғни кіру арқылы жеке кабинетіңізге кіресіз, яғни сіздің депозит счетыңызға кіресіз. Одан кейін Алматы қаласы бойынша үйді таңдау үшін регион деген жерге қала Алматыны басасыз, статусын таңдайсыз, объектінің және бөлме санын таңдасаңыз, одан кейін найти кнопкасын бассаңыз, сіз өзіңіз іздеген район бойынша үйлердің тізімі шығады, яғни осы бағдарлама бойынша берілетін үйлердің тізімі. Регион таңдаймыз Алматы қаласы, статус объектіға таңдаймыз ожидает приема заявления, яғни өтінім бергенді күтіп тұрған үйлердің статусын таңдаймыз. Одан кейін көк белгіменен белгіленіп тұрған найти кнопкасын бассаңыз, сізде үйлердің тізімі шығады. Бұл жерде үйлердің тізімінде мәдениет Алматы қаласы бойынша және Алма Сити 5 бірнеше кезекпенен және Нұрлы Дала ЖК-ларын таңдауыңызға болады. Қазір сайтқа қалай кіру керек, біз соны айтатын боламын. Жеке кабинетіңізге кіру үшін сіз өзіңіздің интернет банкингке телефон номеріңіз және арнайы өзіңіздің қойған пароліңізді теріп, жеке кабинетке кіру кнопкасын бассаңыз, сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіре аласыз. Кіргеннен кейін өзіңіз ЖК-ның біреуін бөлме санын таңдап, осы бағдарлама бойынша заявканы жібересіз.